Піл, маймыл, арыстан. Үлкен сынақтан. Баяғыда тропикалық орманда піл, пайым, маймыл, Мика және арыстан, арлан өмір сүріпті. Үшеуі де бір-біріне мүлде ұқсамаса да жақсы достар екен. Пайым піл, байсалды, сабырлы, дана. Мика маймыл, қызық құмар, жылдам, қулығы бар. Арлан арыстан, батыр, қатал, бірақ әділетті. Бір күні орман тұрғындары арасында үлкен дүрбелең басталады. Өйткені алыстан келген үлкен дауыл жақындап келе жатыр деген хабар тарайды. Бұл дауыл тек жел емес, бұл ғасырда бір келетін қара дауыл. Барлығын жойып, орманды талқандайды дейді тоты қыз. Жануарлар сасып қалып, кімге сенерін білмейді. Сол кезде үшеуі ақылдасып, орманды құтқарудың жолын іздеуге шешім қабылдайды. Бізге орманның шетінде тұратын ақ тасбақа керек. Ол өткен ғасырдағы дәл осындай дауылды көріпті. Сол ғана не істеу керектігін біледі, дейді пайым. Жол ұзақ, қауіпті, бірақ олар бірге аттанады. Жолда оларға көптеген кедергілер кездеседі. Бірінші сынақ. Тар шатқал, тек біреу ғана арқанмен арғы бетке өте алады. Мика, мен жылдаммын, мен өтем дейді. Ол арқанмен секіріп, арғы бетке жетіп, арқанды байлап, достарына көмектеседі. Екінші сынақ. Қалың батпақ. Пайым, менің салмағым көп, бірақ арқама мінсеңдер, мен алып өтем, дейді. Сөйтіп, пайым достарын бір-бірлеп батпақтан алып өтеді. Үшінші сынақ. Үңгір ішінде жыртқыш жатады. Ол аш арыстан. Бірақ арлан өз рөлін жақсы біледі. Бұл жер менің міндетім. Оны тоқтатамын, бірақ күшпен емес. Арлан үңгірге кіріп, бауырына сөз салады. Өзінің де арыстан екенін айтып, оған тыныш өмір сүрудің жолын түсіндіреді. Жыртқыш үнсіз келісіп, оларға жол береді. Ақыры үшеуі ақ тасбақаға жетеді. Ол оларға былай дейді. Дауылдан аман қалу үшін әркім өз орнында, өз қабілетімен әрекет етуі керек. Бірі биіктен бақылау жасасын, бірі мықты жерлерді бекітсін, бірі бәрін ұйымдастырсын. Сендердің сапарларың осыны дәлелдеді. Олар орманға оралып, бәріне тапсырма бөліп береді. Піл орманның төменгі бөлігін бекітеді. Ағаштарды тірейді. Арыстан аңдарды реттеп, әркімге қауіпсіз орын табуға көмектеседі. Маймыл ағаш басынан дауыл бағытын бақылап отырады. Күтілген қара дауыл ақыры келеді. Ағаштар шайқалады, жаңбыр жауады, бірақ орман аман қалады. Содан кейін орман халқы үш досты нағыз батырлар деп мойындайды. Ақыл мен батырлық, жылдамдық пен мейірім. Бәрі бірге болса ғана қауіптен қорықпайсың, дейді арлан. Ал достық ең үлкен күш, деп қосады пайым. Және әрқашан кішкене қулықты артық етпейді, деп күліп қояды Мика. Соңы.